бірақ көріп тұрған жоқ. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Теміртау қаласы нөмір 2 жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Мелкраева Жанна Қуанышевна. Менің бүгінгі тақырыбым авторлық бағдарламадан үзінді қызықты әңгімені қалай түсінеміз. Сабақтың мақсаты оқушыларды қызықты әңгімені түсініп оқуға және талдауға үйрету. Мәтіндегі негізгі оқиғаларды, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін, автордың ойын дұрыс түсінуге бағыттау. Енді осы сабақты бастай келе, оқушыларға ой ширату арқылы менің қиыншылықтарым деген тақырыпта ой ширатып аламыз. Қатысушылар бастарынан өткен қиыншылықтарды естеріне түсіріп, ортаға салады, өзгелермен ой бөліседі. Мәтінге тоқталып кетсек, бірде Әли деген бала ауыл шетінде серуендеп жүріп ескі құдыққа кездесті. Құдықтың жанында бір таңғажайып көрініс болды. Құдық суынан алыс жерлерде сирек кездесетін шөптер өсіп тұрды. Әли бұл құдықтың сиқырлы екенін сезді. Ол достарына айтып, бәрі жиналып, құдықтың жанында ойнап, сол шөптерден шай жасады. Шайдың ерекше дәмі балаларды қуантты. Содан кейін балалар құдықты құпия сақтап, тек жақын достарымен бөлісетін болды. Бұл оқиға олардың достығын одан әрі нығайтты. Мәтінді талдау бойынша, осы мәтінді оқушылар тыңдап алғаннан кейін осындай 3 тапсырма беріледі. Бірінші оқылым тапсырмасы, балаларға мәтінді оқып шығыңдар, және де әңгімедегі негізгі оқиғаны анықтаңдар, кейіпкерлердің әрекеттері қалай дамығанын сипаттаңдар. Мысал үшін, Әли құдықты тапты және оның сиқырлы екенін түсінді деп жауап беруіне де болады. Достары оған қосылып, құдықтың жанында ойнады. Бұл оқиға балалардың достығын нығайтты. Бұл жерде мұғалім тапсырманы балаларға оқып берді, тыңдап болған соң жаңағыдай мәтіндегі қызықты сәттерді топ ішінде талқылап, әңгімедегі ең қызықты бөлікті анықтап, оны топта талқылады. Мәтінді тыңдағанда ең қызықты бөліктерге назар аударып, сол оқиғаны не үшін қызық деп ойлайсыңдар, соны талдаңдар. Мысалы, топтық сұрақтарға былай талқылауға болады. Құдықты тапқан сәтте не болды? Шайдың ерекше дәмі неге балаларды қуантты? Оқиғаның ең қызықты жері қайсы деп ойлайсыңдар? Деген сияқты топтарға тапсырмалар беріп, сұрақтар арқылы пысықтауымызға болады. Енді айтылым тапсырмасына келетін болсақ, әңгімедегі ең қызықты сәттер туралы сынып алдында айтып беріңдер. Сұрақтарға жауап беріп, әңгіменің негізгі қызықты жерлерін түсіндіріңдер. Әр оқушы әңгіменің ең қызықты жерін айтып, не үшін сол сәтті қызықты деп санағанын түсіндірсін. Қорытынды назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Басатын жерді түсінбей қалдым. Былай қашып отырып. Басатын жерді түсінбей қалдым да.